Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мінекей Қазақстандағы соңғы жаңалықтар. Қазақстанның парламентіне артық болған заң жобасын қабылданбауы Ресейге УДКБ-ның құрамындағы әскерді аттандырамыз, аттандырмаймыз деген. Бұл біздің Тоқаевтың өзінен жауапкершілікті алып тастау деп түсінемін. Өйткені парламент заң қабылдаса да, қабылданбаса да, ол өзін ақтап алу үшін бірінші Путиннің алдында, екінші Қазақстан халқының алдында өзін қай жағынан болса да ақтап алғысы келіп отыр. Екіншіден, Қазақстан сарбаздары не үшін бізді 250 жыл бойы қырып келген орысты қорғау үшін әскерін аттандыру керек? Ол үшін неге қазақ бару керек? Мен бұл заң жобасына қарсымын. Сондықтан әр қазақстандық, әрқайсыңыз қолыңызда смартфон бар, қолдарыңызда телефон бар, осы видео түсіріңіздер, өздеріңіздің қарсы екендеріңізді. Өйткені осы әр қазақстандық осылай қарсылық видеосын жолдаса, значит Қазақстан үкіметі шамалы болса да ойланар. Одан кейін кешегі сайлау алдында, депутаттар сайланар алдында үйіп төгіп уәде беріп, сайланғаннан кейін қазақ үшін өлеміз, күйеміз деген депутаттарды сынайтын нағыз шақ келіп тұр. Оны да біліп алатын боламыз, Құдай қаласа. Олар қарны үшін келді ме, жоқ халық үшін келді ме? Осыны анықтайтын кез келді. Сондықтан қазақ елі, әр қазағым, әр қазақстандық, әрқайсыңыз қарсылықтарыңызды жолдаңыздар. Бұл әскер аттандыру деген кәдімгі біздің қазақ, қарагөз қазақтарды, қазақстандықтарды өлімге айдаумен бірдей. Өзіміздің еліміз үшін болса бір сәрі. Айдаладағы біздің ата жауымыз орыс үшін өлу деген бұл ақымақтық. Сондықтан әрқайсыңызға аманат.